Қайырлы күн көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі таңда хит болып жатқан тюльпан самсасын бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, егер де каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бұл самсаның қамыры өте жұмсақ болып піседі, дәмі де өте ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға 120 грамм сүт құямыз, үстіне 100 грамм айран қосамыз. 100 грамм өсімдік майын қосамыз, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант қосамыз, 1 жұмыртқа және 1 жұмыртқаның ағын қосып, жақсылап араластырамыз. Енді 500 грамм ұнымызға 10 грамм қопсытқыш қосып, яғни разрыхлитель қосып, араластырып, жаңағы сұйықтығымыздың үстіне салып, жайлап араластырамыз. Ең бірінші қасықпен араластырып елейміз. Одан кейін ұнымыздың қалғанын салып, қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр елейміз. Міне қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Салафанға салып, кішкене тоңазытқышта 20 минуттай тындырып қоямыз. Енді бір үлкен пиязымызды ұсақтап, кубиктап турап аламыз. Менде сиырдың тартылған еті үстіне, яғни тартылған үш майдан қостым кішкене, және жаңағы тураған пиязымызды қосып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, зира қостым, жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы тыңған қамырымызды алып, видеода көргендеріңіздей ұзыншалап созып, және кішкене бөлшектерге бөліп аламыз. Менде әр бөлшек 40 граммдай болды. Таразының көмегінсіз ақ көз мөлшерімен бөлсеңіздер болады. Кішкене бөлшектерімізді дөңгелектеп, жайып, ішіне салмасын салып, түйіп шығамыз. Қамырымызды дөңгелек пішінде етіп жаямыз, және шетінен ортасына дейін кесеміз. Сол шетіне салмамызды салып, ішіне қарай бүктеп шығамыз. Яғни форма жасаймыз. Видеода көргендеріңіздей етіп бүктеп шыққаннан кейін түбін жапсырып түйіп шығамыз. Жасалу жолы өте оңай, қазір тағы да көрсететін боламын. Бізде бұл рецепте 20 дана самса шықты. Достар, сіздерге кішкене өтінішім бар. Каналдың дамуына көмектесіп, достарыңызға және де басқа да әлеуметтік желілерге осы видеоларды жіберіп, бөлісуді ұмытпаңыздар. Табаға орналастырған самсамыздың үстіне 1 жұмыртқаның сарысын кішкене сүт қосып араластырып, яғни осындай щетканың көмегімен жағып шығамыз.
Самсамыздың үстіне әдемілік үшін қара және ақ күнжіттен сеуіп шықтым.